Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен ержанқызы Сабина, ChatGPT үйдеу жобасы бойынша жалпы AI методологпын, және де бүгін сіздермен бірге біз алғашқы вебинарымызды жүргізетін боламын. Ең бірінші айта кететін жайт, бұл бізде кіріспе вебинар және де 3 бөлімнен тұрады. Қазір біз нақты сіздермен вебинардың мазмұнына келсек, ең бірінші бөлімде біз сіздермен жалпы теориялық бөлімге тоқталынамыз. Теориялық негіздер туралы айтылады. Оның ішінде жасанды интеллект дегеніміз не, үлкен тілдік модельдердің жұмыс істеу логикасы және де ChatGPT үйдеу платформасы дегеніміз не. Осы сұрақтарға бірінші бөлімде жауап беретін боламыз. Екінші бөлімде біз сіздермен нақты ChatGPT үйдеу платформасының интерфейсімен танысатын боламыз. Ал үшінші бөлімде сол платформада нақты жобалар жасау, қалай чат және work режимдерін үйлестіру, сол бойынша практикалық талқылап бірге жұмыс атқаратын боламыз. Ал олай болса, баршамызға сәттілік. Енді жалпы вебинардың мақсатына келетін болсақ, біздің вебинарымыздың мақсаты жасанды интеллект құралдарын, оның ішіндегі ChatGPT үйдеу платформасын педагогтеріміз, ұстаздарымыз күнделікті кәсіби жұмысында сенімді және тиімді пайдалануға үйрету болып табылады. Енді күтілетін нәтижелері жалпы осы вебинардан кейін сіздер не істей аласыздар деген сұрақ, иә. Жасанды интеллектпен жұмыс істеудің негізгі қағидаларымен танысасыздар. Одан кейін барып ChatGPT үйдеу платформасын күнделікті жұмыста сенімді қолдана аласыздар. Тиімді промпттар құрастыруды үйренесіздер. Файлдармен жұмыс істеуді үйренесіздер. Projects, яғни жобаны қалай жоба бөлімінде жұмыстарыңызды тиімді үйлестіруге болады, соны үйренесіздер. Және де ең бастысы, жасанды интеллекттің берген жауабын сыни түрде бағалап, қай жауабын оқу үдерісінде қолдана аламыз, қай жауабын дұрыстау қажет болады, сол бойынша ақпараттарды білетін боласыздар. Жалпы енді осылайша біз теориялық бөлімге көшеміз. Ең бірінші жасанды интеллект дегеніміз не, иә? Осы сұраққа жауап берейік. Жалпы жасанды интеллект дегеніміз бұл біздің, яғни адамның табиғи ойлауына ұқсайды, бірақ дегенмен де бұл технология, иә. Ол үлкен тілдік модельдерді оқыту нәтижесінде жұмыс жасайды. Яғни бұл дегеніміз деректерді алады, сол деректер бойынша үлгіні таниды және де сол үлгіге сай жауап құрастырады, иә. Және сол жауапты біз міндетті түрде тексеруіміз қажет. Енді LLM, иә, немесе үлкен тілдік модельдер дегеніміз не? LLM дегеніміз бұл үлкен тілдік мәтіндік заңдылықтарды үйренетін жасанды интеллекттің моделі, иә. Бұның жұмыс істеу логикасы қандай? Сұраныс беріледі, сол сұраныста берілген контекстті талдайды және сол контекстке ықтимал сөзді болжайды. Яғни бұлар біз сияқты сұраққа терең ойланып, я осы дұрыс келеді деген сияқты болжамдар емес, бұл жерде нақты сандық болжамдар болады. Неғұрлым сандық болжам біздің жауапқа сәйкес келеді, иә, соғұрлым жауап дұрыс деген мағынаны білдіреді. Соңында жауапты қалыптастырады. Және де тағы да кететін нәрсе, LLM бұл адам сияқты ойланбайды және білмейді. Ол өзін үйреткен заңдылықтармен жұмыс жасайтын модель, жалпы айтқан кезде бұл технология. Енді осы үлкен тілдік модельдердің негізінде қалыптастырылған ChatGPT үйдеу дегеніміз не, иә? Жалпы ChatGPT дегенді барлығымыз естіп жүрген шығармыз, иә? Қазір естімеген адам жоқ шығар, былайша айтқанда. Ал ChatGPT үйдеу дегеніміз бұл жалпы білім беру ұйымдарына жасанды интеллект құралдарын қауіпсіз әрі жүйелі қолдануға арналған және де мәтінмен, файлдармен жұмыс жасауға, қандай да бір веб ақпараттармен жұмыс жасауға мүмкіндік беретін ChatGPT-дің негізгі бір нұсқасы болып табылады, иә. Және де тағы да айта кететін жайт, ChatGPT бұл бізде мұғалімді алмастырмайды, соңғы шешім әрдайым педагогте болып қалады.
Енді осы тұста жеке осы бөлімге тақырып ретінде бөліп шығарып отырмыз галлюцинация деген, иә. Жалпы галлюцинация деген терминмен күнделікті өмірде сіздер таныссыздар, бірақ жиі галлюцинациясы дегеніміз не, иә? Жалпы бұл модельдің жасанды интеллекттің бізге шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты сенімді түрде ұсынуы, иә. Яғни кейбір жағдайда жасанды интеллект бізге қате дата немесе факт беруі мүмкін, иә. Бірақтан ол ескертпейді, мұнда тексеру қажет, бұл дата дұрыс емес деген сияқты ескертпеуі мүмкін, және біз оны дәл солай қабылдауымыз мүмкін, иә. Ойдан шығарылған зерттеулер, дәйек сөз ұсынады, иә. Кейде өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, қандай да бір әдебиеттік шолу жасаған кезде ол жердегі сілтемелерді міндетті түрде тексеріп шығу керек, себебі кейбір ресурстар ол жерде дұрыс емес, жоқ дерек көздері де болуы мүмкін, және белгісіз ақпаратқа тым жаңағыдай сенімді жауап береді, иә. Сондықтан да жиі жауабын автоматты түрде дұрыс деп қабылдау ол дұрыс емес, иә. Оны міндетті түрде тексеру қажет. Жалпы тағы да бір рет айта кетемін, жасанды интеллект сізге жауап береді, бірақ соңғы шешім әрдайым сізде болуы қажет. Енді мына жерде мысал көруге болады. Жасанды интеллект галлюцинациясына қарай. Мысалы, біз айтамыз, иә, Астана қаласы қай жылы құрылды десек, мұнда Астана қаласы 1991 жылы Астана болды деп жауап беруі мүмкін. Бірақтан дұрыс жауабы бізде 1997 жылы болып табылады екен. Сонымен жасанды интеллект галлюцинациясын алдын алу үшін ең бірінші біз әрдайым жасанды интеллекттің жауабына күмәнмен қарауымыз қажет, және оның жауабын тексеруіміз қажет, и қажет болған жағдайда оны түзетуіміз керек, иә. Жасанды интеллект, тағы да бір рет айтамыз, бұл көмекші құрал, шешім әрдайым өзіңізде болады. Енді осы тұста бекіту мақсатында мына QR кодты сканерлеп, нақты жасанды интеллекттің галлюцинациясына қатысты кішігірім 2 тапсырмамыз бар. Бекіту мақсатында осы QR кодпен сканерлеп өтіп орындап көрсеңіз болады. Ары қарай бұл материалды бекіту үшін, иә. Сканерлеп үлгердіңіздер деген ойдамын. Енді тағы да бір теориялық бөлімде айта кететін тақырып бізде жасанды интеллектіні жауапты және қауіпсіз пайдалану, иә. Енді ең бірінші біз 4 негізгі қағиданы айтқымыз келеді. Ең бірінші ол академиялық адалдық. Яғни жасанды интеллект берген жауап ол әрдайым автоматты түрде қабылданбауы қажет, иә. Қажет болған жағдайда бұл ақпарат жасанды интеллекттен алынды деп, иә. Мысалы, қазір суреттер генерацияланғанда астында міндетті түрде жасанды интеллектпен бірге жасалынған деген сілтеме болу қажет. Және де бұл академиялық адалдық оқушының когнитивті ойлауын төмендетпеуі қажет, иә. Сондықтан оқушы жасанды интеллекттен алған ақпараттарды міндетті түрде айту қажет, иә. Үй тапсырмасын орындағанда немесе басқа да жұмыс парақтарын орындағанда оқушының атынан берілген жауаптар сол оқушыға жаңағы өзі жасаған деп қабылданбауы қажет, иә. Бұл тек қана оқушыға емес, әрбір адамға қатысты бір жобалар жасағанда, тағы да басқа да мақалалар жазылған кезде, иә, әрдайым академиялық адалдық сақталуы қажет. Иә, біз жасанды интеллекттен идеялар алуымыз мүмкін, иә. Сол тақырыпты ары қарай қалай өрбітуге болады, немесе сол тақырыптар бойынша жұмыс істеудің жаңағы заңдылықтарын түсіндір деген сияқты сұрауымызға болады. Бірақтан соңғы жауапты әрдайым біз өзіміз жазуымыз қажет. Одан кейін тағы да бір ең негізгі қағидаттардың бірі бұл дербес деректерді қорғау. Яғни жасанды интеллектке жеке құпия деректерді бермеу қажет, иә. Оқушы деректерін мүмкіндігінше жасыру керек. Мысалы, бүгін менің сабағымда 7-ші А сынып оқушысы Асанов Асан сабақта шулады, және де оның отбасылық жағдайы төмен, толық емес отбасы. Осы баламен жұмыс істеу жұмысын сын деп жазуға болмайды, иә. Біріншіден қателік 7-ші А сынып деп айтылып тұр. Оны 7-ші А сынып деп айту міндетті емес, себебі жасанды интеллект ол ақпаратты есінде сақтап қалады, және болашақта сол ақпаратты
басқа да жаңағы пайдаланушыларға беру мүмкін, иә. Сондықтан да оқушының атын мүлдем бермейміз. Нақты сынып бойынша да тәртіп бұзушылық болса да күндерін нақты біз бермейміз. Бұл жерде анонимдеу жүру керек, иә. Оқушы 1, оқушы 2, оқушы 3 деген сияқты, иә. Және де тек қажетті ақпаратпен жұмыс істеу қажет. Артық ақпаратты жасанды интеллектке жүктемейміз. Енді тағы да бір қағидаттар жасанды интеллекттің жауабын тексеру. Бұл бойынша жаңа алдыңғы тақырыпта да айтып кеткен болатынмын. Фактілер, даталар, дереккөздер міндетті түрде тексерілу керек. Мұғалімнің тарапынан міндетті түрде оқушының қолына бармай жатып, ол ақпараттар тексерілу қажет, иә. Және де әрдайым жасанды интеллекттің жауаптарына күмәнмен қарау, себебі онда жаңағы дәлелденбеген фактілер сенімді түрде берілуі мүмкін. Және нәтижені қолданар алдында міндетті түрде бағалау және оны өзіңіздің контекстіңізге қарай, сыныптың контекстіне қарай, иә, бейімдеу қажет. Одан кейін барып педагогтың бақылауы мұнда. Жасанды интеллект ұсыныс пен нұсқа береді, иә. Сол ұсыныстарды қайсысы сіздің контекстіңізге сай келеді, соны бейімдеу қажет. Және жасанды интеллект ешқашан соңғы баға қоймайды, иә. Соңғы баға әрдайым педагогте болады, және ол қате болса түзетілуі қажет. Және де әрдайым соңғы шешімді педагог қабылдайды. Сондықтан да осы тұста мынандай негізгі қағидатпен жұмыс жасау керек. Жасанды интеллект бұл бізге көмектеседі, яғни көмекші құрал. Педагог тексереді, бейімдейді, қажет болса эмоционалдық тұрғыдан контексттер қосады, немесе сыныбына сай контексттерді қосады, иә. Және де соңында шешімді қабылдайды. Жалпы біздің кіріспе бөлімінің теориялық негізгі айтылатын ақпараттары осымен аяқталады. Және де алдағы уақытта біз сіздермен келесі екінші бөліміне көшеміз. Ол дегеніміз ChatGPT Edu платформасының нақты интерфейсімен жұмыс жасайтын боламыз. Және де осы тұста кері байланыс беріп кетсеңіздер, яғни QR-код сканерлеп, 10 ғана сұрақ бар. Сол 10 сұраққа жауап беріп, осы бірінші вебинарымыздың бірінші бөліміне кері байланыс берсеңіздер, біз үшін бұл өте құнды болады.